Ал бүгін біздің қонақта KARPAKS кеңсесіне Нұрсұлтан деген жігіт. Қайдан келіп отырсың? Қаскелеңнен келіп отырсың, дұрыс па? Тайкелді деген жігіт Абайдан жоғары қарай Алматының королі, кадрға түспей қоям дейді. Нұрсұлтан Қаскелең жақтың королі. Сосын тағы да, о жақта тағы да бір королі бар. Кім? Илдус деген жігіт. Иә. Екі король, в общем, Қаскелеңде. Не? Так, кім екен деп көріп жатқан жігіттер көрсін. KARPAKS'тың кеңсесіндеміз. Тайкелді, неше квадрат жуасыз сіз? 150. Неше жылдық компаниясыз? 5 жыл. Неге өсіңіз келіп отқан жоқ 150 квадраттан? Соның бір профессиональный себебін айтыңызшы. Цехтың пропускной өзінің несі болады ғой. Пропускной объемы болады. Мысалы 150-ден даже 200-ге асып кетті. Сіздің цехіңіз максимум неше квадрат жуалады? Максимум 200. 200 квадрат жуалады, ал сол кезде сіз қазір объемға қызып, объемның артынан жүгіріп, бағаны түсіріп, не қылатын болсаңыз, онда сапа түседі уже. Клиент қалмайды уже. Иә. Сондықтан сіз ең идеалды 150 квадрат деп соған қанағат етіп отырсыз. Дұрыс па? Мен рекламасы жұмыс істеймін ғой былай. Иә. Бұрынғы ескі клиенттермен жұмыс істейсіз. Енді сіз нешеден Алматыда жуып жатсыз? 600-700. 600-700. 700-800-ге көтеретін ой бар осы жақын арада. Ну, в общем, сіздің қазір орташа бағаңыз 650 деп айтуға болады. 650 болса, сіз қазір 850-ге көтермекшісіз. 750-ге да. Бәсекелестеріңізге, конкуренттеріңізге беретін бағана неңіз, ұсынысыңыз, олар да сол сізбен 750-ге көтерсе, онда абзал әділетті болады. Справедливо болады да? Себестоимостың өзі 250-300 теңгеге шығады. Өйткені сіздің арендаңыз, жұмысшыңыз, шампуныңыз бәрін қосқан кезде бір квадрат кілемнің, жуып жатқан кілемнің құны, себестоимость қазақша, орысша, қазақша құны 250 теңгеге айналып тұр. Айналады 100-ге де шығады кейде. Иә. Сіз 250 теңгеден жуғансаңыз, сізге бір тиын ақша қалмайды. Мысалы, 150-ден жусаң 100 теңге қалады. 150 квадрат күнде жусаңыз, ол күнде 15 мың теңге табыс. Енді 15 мыңды сіз қанша күн жұмыс істейсіз айына? 26 күн. 26-ды көбейтеміз, 15 мың теңгеге 150-ден жуғанда. Сол кезде сіз татаңыз, 15 мың көбейтеміз бұны 26-ға. Сол кезде 390 мың теңге табыс тапқандай боласыз. Енді сіз мына біліміңізбен бір жерге, бір жақсы фирмаға жұмысқа кіріп алатын болсаңыз, 390 мың теңге былайық жұмыс істей беруге болады ғой. Онда кәсіпкерліктің ешқандай бір мағынасы қалмайды. Сондықтан сіз қаншадан жуасыз қазір? Орташа? Айтыңызшы? 650. Бұдан біз Тайкелді 250 теңгені шығарып тастаймыз, дұрыс па? Міне. Сол кезде 400 теңге сізге қалады бір квадраттан. Бұны көбейтеміз 150 квадратқа. Мына 60 мың теңге, бұны көбейтеміз 26-ға. Мына таза 1 миллион 560 мың теңге табыс бар деп айтуға болады. Енді бұл 250 теңгенің ішіне шампунь, аренда, машина, ремонт, телефон бәрін шығарып тастадыңыз ғой. Дұрыс қой? Міне бұл видеоны көріп отқан, жаңадан ашылайын деп отқан немесе жаңадан бастап отқан жігіттер, объемның да артынан жүрудің қажеті жоқ. Тайкелдің міне айтатын кеңесі бағаны дұрыс ұстап отыру керек. Дұрыс қой? Бағана жарысып, ойбай, мен бағана бүкіл Алматыны батырам, өлтірем, қырам, жоям, объемды көтерем деп әуре болғанша тып-тыныш 150 квадратты жуып, айына 1 миллион 560 мың теңге тауып тып-тыныш отыра берген дұрыс. Ал 150 квадрат дегеніміз, қараңыз, 150 квадрат Нұрсұлтан. Бір квартирадан или бір точкадан средняк неше квадрат шығады? 20 квадрат. Бұны бөлеміз, бұны 20. Сол кезден кім Тайкелдінің мәшінесі күніне 7,5-7 немесе 8-ақ қана адреске барады деген сөз. Алматының пробкасымен рахат сағат 3-4-те жинап алады да цех алып келіп жуа бересің. Міне, немісше жұмыс істеу деген осы. Міне, әрі сапалы, әрі қымбат, әрі аз. Солай ғой? Нұрсұлтан, сіз қаншадан жуасыз ал Қаскелеңде? Қаскелеңде қазір 400 теңгеден жуып жатырмыз. 400 теңгеден? Неде барлығы басқа фирмалары деген 300 теңге сондай жуғаннан кейін біздер мысалы 350 теңге. Соның өзінде 50 теңге баға көтеріп ұстап. Қазір 350-ден жуасыз ба? Біздер қазір 400 теңгеден. Нұрсұлтан деген жігітке турецкий чай. Иә. Біздер қазір мысалы 400 теңгеден жуып жатырмыз. Міне, мынау Тайкелдіге. Біз соның өзінде қазір мысалы деген 400-ден жуып жатырмыз, басқа фирмалар мысалы деген 300-350-ден жуып жатыр. Енді сіздің, жарайды, сіз қаншадан 400 теңгеден жуасыз да? 400 теңгеден. Құныңыз неше бағана? Тайкелді өте әдемі профессионально айтты. Енің құны? Брасот па? Иә. Брасот сол 200-250 теңгеге айналып жатыр. 250 теңгеге айналып жатыр. Енді сіздің кәсібіңізді санайық. Біреудің ақшасын санаған негізі дұрыс емес, бірақ бұл видеоның тақырыбын кілем жууды аз жуып, қымбатқа жуып, әрі сапалы жуып,
аз жуғандағы табысы деп қоямыз видеоның атын. Сіз 400-ден жуасыз, тура тайкелдікіндей сізге де 250 теңге. Бана 1 квадраттың құны 150 теңге сіз табасыз. Күнде неше квадрат жуасыз? Орташа 150. 150. Тура тайкелді сияқты 150 квадрат жуасыз. Айына қанша күн жұмыс істейсіз? Айына 27 күн жұмыс жасадым. 27 күн. Ойбай, бұл қандай? 27 күн. 26 десеңізші? 31 күннен санағанда 26 енді. Давай 26 берейік енді, ел қатарлы, иә. Сол кезде сіз 585 мың теңге тауып отырсыз, пайда кіріс сіздің. Ал тайкелді бауырымызге 1 миллион 560 мың теңге. Міне 975 мың теңге тайкелден аз табасыз, табыс табасыз, тайкелді 975 мың теңгеге сізден артық табады екен. Бұл жердегі разницаны айтайық, ешкімді сынап атқан жоқпыз, ешкімді салыстырып атқан жоқпыз. Бұл жерде тайкелді Алматы қаласында 650 теңгеден жуып атқандан, осы себептен табысын сізден 2 есе көп тауып отыр. Сіз енді Қаскелен сияқты жерден бағаны ары қарай көтере алмаған себептен біз аз тауып отырсыз. Бірақ ең үлкен мұсылман үшін байлық не? Ол қанағат. Кім қанағат етсе, сол табыс соған ең үлкен байлық. Енді сіз табысыңызға қанағат етесіз ба, немесе жоқ, бұны тоқтамаймын, ары қарай бағаны цехымды көбейтемін, ұлғайтамын деген жоспарлар бар ма? Жоспарлар бар енді, әрине деген, бірақ соның өзінде Аллаға шүкір. Хорошо, мынандай сұрақ қояйын тағы да. Нұрсұлтан, тайкелді айтты ғой, 200 квадрат бағана менің цехымда деді, ары кетсе 200 квадрат жуады, 200 квадрат асатын болса, кілемнің сапасы, сервис бәрі төмендейді, өйткені машина үлгермейді, телефонға қыздар жауап бермейді деген сияқты. Ол жақта жұмыс істеп жатқан жұмысшының санына байланысты. Енді 200 квадраттан артық жуатын болса, сапа түседі деді тайкелді. Сізде неше квадрат максимум жуып аласыз сіздің цехта? 250 квадрат жууға болады. 250 квадрат жууға болады. Сіз 250 квадратқа арналған орын бізде. Иә, онда қараңыз, тағы да сізге есептеп жіберейік. 250 квадрат сіз жуатын болсаңыз, былай есептейік. 250 квадратқа шығатын болсаңыз, бұның құны 400 теңгеден жуасыз сіз. 400 теңге минус 250, бұны көбейтеміз 400-ге. 400-ге 60 мың теңге күнне көбейтеміз 26 күнге. Сол кезде тура сіз один в один 1 миллион 560 тура тайкелдің табысындай, сіздің де табысыңыз 400 квадрат, қанша квадратқа шығуға болады дедіңіз? 250 квадратқа шығатын болсаңыз, тура тайкелдімен бірдей табыс табасыз екенсіз. Бірақ тайкелдіден сіздің айырмашылығыңыз, ол 150 квадрат жуып отырып, 1 миллион 560 мың теңге таза табатын болса, сіз 250 квадрат жуып 1 миллион 500 табасыз. Сол кезде бұл жерде не себепші болып отыр, не кінәлі болып отыр мына жерде? Бізде енді деген басқа фирмаларымыз баға өте төмен ұстап отыр. Бағаның мәселесі болып отыр. Баға мәселесі болып отыр. Өте дұрыс айтасыз. Бір бағаны ұстаса. Қара, мына тайкелді молодец. Риза болып отырмын. Сізге де ризамын, бірақ сіздің себептеріңіз бар баға көтермесіз. Бұл видеоны бағаны көтермей отырғаннан аз табыс тауып отырсыз. Бұл видеоны көріп жатқан жігіттер, бұл видеоның тақырыбы былай болсын. Бағаны қорықпай көтеру керек. Мына сіз кімнен қорқып отырсыз? Конкуренттен. Конкурент сізден қорқып отыр. Анау анадан қорқып отыр. Сөйтіп Қаскелеңде бір-бірлеріңізді аңдып отырсыз да, анау мен көтерсем, анау көтермей қалады деп. Сондықтан бір ауыз болып, біреулеріңіз жай разведкаға бір бағаны көтердіңіз, екіншісі мына видеоны көріп жатқан, мен конкурентім көтеріп жатыр екен. Мен де оған конкурент ретінде көрмеу керек. Конкурентті партнер ретінде көру керек, ортақ ретінде көру керек. Қазақшасы қалай болады? Түріктер ортақ дейді, орыстар партнер дейді, қазақша қалай болады партнер? Серіктес. Конкурентті, бәсекелесті серіктес ретінде көріп, бір-бірлеріңізге наоборот қол ұштарыңызды беріп, бір ауыз болып бағаны көтеретін болсаңыздар, сол кезде сіздің кәсіптеріңіз дамиды, табысты болады, жемісті болады. Халыққа, мен халықты жамандамаймын, халыққа сіз 200 теңгеден жусаңыз да қымбат дейді, 150 теңгеден жусаңыз да қымбат дейді, 100 теңгеден жусаңыз да қымбат дейді. Мен білем, негізі Қазақстанның түкпір-түкпірінде 50 теңгеден жуып, мен халықты риза қылып, бүкіл конкуренттердің бәрін бағана не қылам, өшірем деген жігіттерді естігем, 4-5 айға жетпей өздері жалып қалды. Міне, біреумен ерегісудің қажеті жоқ, бір ауыз болған жақсы. Қазақта мынандай сөз бар ғой, біреу дейді, жомарттығы ұстап, мен халыққа депті тегін қой таратам депті. Сөйтіп тегін қой таратса, қойды тегін алған адамдар бүйтіп айтады, қойды так тегін таратып жатыр екенсің ғой, қасына мойын байлайтын, жіпті да тегін бермейсің ба деп. Сол бағанағы сөз, сол анекдот жай шықпаған ғой. Сондықтан халықтың бағана, сіз халықты риза қыласыз ба, бағамен риза қылмай қойыңыз. Халыққа ең бірінші бере алатыныңыз ол сапа. Міне, халыққа беретін бірінші пайдаң ол сапа.
иә. Ал енді халықты біз бағамен риза қылу үшін құрылған бір мекеме емеспіз. Иә. Қазақтың да флагын бүйтіп көрсетіп қойшы, мына видеоны көріп жатқан жігіттер, тиісетін жігіттер бар бізге. Түріктің флагын көрсетесің, анау мынау деп. Міне, Құдайға шүкір, KARPAKS деген бар жерде. Міне отандық өнім 24 мемлекетке беріп отырық. Алдағы уақытта басқа да видеоларды көресіз, қай мемлекеттерге беріп жатқанымызды. Бағана Германияға, Европаға, Францияға, Голландияға, Ресейге, Украинаға, Қырғызстанға, Өзбекстанға, Түркменстанға, Тәжікстанға. Енді кілем бүкіл дүние жүзінде бәрінде бар емес. Бұл кілем Түркия елдерде және араб мемлекеттерінде, мұсылман мемлекеттерде болған мәдениет. Кілем төсеу негізі бір мәдениет, культура дейді орысша айтқанда. Ал енді Европада немістер көп қолданбайды. Ол жерде де баған мұсылмандар бар, түріктер бар, білесіз, Германиядан тұратын арабтар бар, сирийстер бар, баған парсылар бар. Солардың кілемдері мына өзіміздің қазақтың отандық маркасы KARPAKS'пен жуып отыр. Бұл қуаныш негізі тек қана менің қуанышым емес, бүкіл қазақ халқының қуанышы деп айтуға болады. Қазақтың бір маркасы бүкіл шетелге бағана жайылып танылып жатыр. Мысалы, өзің бір қазақ ретінде Тайкелді қуанасың ба? Иә. Нұрсұлтан, сен қуанасың ба? Дұрыс па? Мен ғана қуанышым, менің ғана мақтанышым деп айтмаймын. Бүкіл қазақтың бағана мақтанышы. Шетелдерден тауар алып не алғанша біз өзіміздің отандық өнімді. Бірақ өндірісіміз, міне, Құдайға шүкір, мына жерден көрсетейік. Біздің кеңседен прямо мына жерден көруге болады. Міне, бұл жерде түрік ағайындар алып келіп Түркиядан солармен бірлесіп, серіктес болып, түрік ағайындармен бірге қосылып шығарып отыр. Неге? Оны айта кетейін. Өйткені менің қолымнан бұндай өнер келмейді. Мен өндірісші емеспін. Бәлеріңіз білесіздер, баяғы кезден, бұрынғы кезден білесіздер, шетелдің мен өнімін, шампунь алып келіп саттым. Неше жыл саттым? Нұрсұлтан, айтшы. Атын айтпай қой. Біраз сіз жұмыс жасадыңыз. Тәкелді есіңде ғой, сен бастап кезде неше жыл саттым мен? Жоқ, одан да көп. 5-6 жылға дейін. Қанша мемлекетке таныттық? Неше мемлекетке таныттық? Бүкіл СНГ, орысша сөйлейтін, орысша сөйлейтін елдерге. Енді өзіміз өз өнімізді сатуға, шығаруға не бердік бағана. Жолға шықтық, бірақ кімдермен шығарып жатырық бұны? Түрік ағайындармен. Осы саланы, осы химия саланы білетін технологтарды алып келіп, сапаны бағана жоғары қылып ұстау үшін түрік ағайындармен істеп жатырық. Жай бұл видеоны қатты ұзатпай қойып, бұл видеоны көріп жатқан жігіттер, келіншектер, кілем жуу саласымен, кәсібімен айналысып жатқандар, қазақша бағаны көтеріп, бағаны көтеріңіздер, біздің каналға жазылыңыздар, лайк анау мынау қойсын деп айтпаймыз. Сұрақтарыңызды сол жерде қойып жатсаңыз, профессионалдық тұрғыда бәріміз жабылып, бір-бірімізге көмектесіп, жауап беріп, осы саланы көтеріп, бағаны көтеріп, табысты болайық. Бизнес не үшін жасалады? Табыс табу үшін жасалады. Халыққа көмектесу үшін жасалмайды. Халыққа көмектесетін болсаңыз, ол бөлек барып, қалтаңыздан бөлек жасайсыз ба, мал соясыз ба, құрбан шаласыз ба, ол бөлек жасалатын нәрсе. Бизнеспен бағана қайырымдылық нені шатастырмау керек. Қайырымдылық жасайтын болсаңыз, қазақта мынандай жақсы сөз бар. Оң қолың бергенің дейді, сол қолың көрмесін дейді. Дұрыс па? Оны тығылып жасау керек. Енді біз діни не емеспіз, мекеме емеспіз, сондықтан ондай да ақыл бере алмаймыз ешкімге. Сондықтан бізге отандық өніммен әрдайым бірге болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.